Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын баклажаннан тіске басар әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар баклажан. Ең әуелі баклажанымызды жақсылап жуып, тазартып аламыз. Сонан соң ұзынша етіп бөліктерге кесіп аламыз. Қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа қалыңдықта кесіп, барлық баклажандарымызды дайындап қоямыз. Сонан соң бізге жұмыртқа, ұн және нан ұнтағы қажет болады. Ең әуелі жұмыртқамызға шым-шым тұз салып жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сонан соң алдын ала дайындап қойған баклажанымызды әуелі ұнға, сонан соң жұмыртқаға аунатып, ең соңында нан ұнтағына аунатып дайындап қоямыз. Барлық баклажандарымызды осы ретпен, яғни ұнға, жұмыртқаға, сонан соң нан ұнтағына аунатып дайындап аламыз. Барлық баклажандарымызды дайындап болған соң қызып тұрған табаға екі беті қызарғанша қуыратын боламыз. Дайын болған баклажандарымызды қағаз майлықтарға сүзіп алып, дайындап аламыз. Енді баклажандарымызды дастарханға ұсыну үшін сәндейтін боламыз. Ол үшін бізге майонез, салат жапырағы және қызанақ қажет болады. Бірінші майонезімізге бір сарымсақты майдалап турап араластырып, баклажанымыздың ортасына жағып, үстінен салат жапырағы мен қызанақты қосып, тура видеодағыдай орап сәндесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де менің видеом пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздерге түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің баклажаннан дайындалатын тіске басарымыз дайын болды. Ас болсын!